Жаңғақтардың пайдалы тіске басар екенін жиі айтамыз. Бүгін бадам жаңғағына жеке тоқталуды жөн көрдік. Оның адам ағзасына пайдалы 10 қасиетін ұсынамыз. 1. Бадам, протеин көзі. Bir уыс бадамда ақуыздың күндізгі нормасының 1/8 бөлігі бар. Сондықтан етті қажетті мөлшерде жемейтін немесе мүлдем жемейтін адамдарға бадам жеуді ұсынады. Жаңғақтардың пайдалы тіске басар екенін жиі айтамыз. Бүгін бадам жаңғағына жеке тоқталуды жөн көрдік. Оның адам ағзасына пайдалы 10 қасиетін ұсынамыз. 1. Бадам, протеин көзі. Bir уыс бадамда ақуыздың күндізгі нормасының 1/8 бөлігі бар. Сондықтан етті қажетті мөлшерде жемейтін немесе мүлдем жемейтін адамдарға бадам жеуді ұсынады. 2. Холестерин тепе-теңдігін сақтайды. Көптеген зерттеулер бадам қандағы қалыпты холестерин деңгейін ұстауға көмектесетінін анықтады. 3. Бадам жаңғағы Е дәруменінің көзі. Bir уыс бадам жаңғағында Е дәруменінің күндізгі нормасының 37 бар. Е дәрумені жасушалардағы холестерол қышқылдануын алдын алады, ал ол өз кезегінде жүрек ауруларынан қорғайды және Альцгеймер ауруын алдын алады. Сондай-ақ Е дәрумені тері жасушаларын қорғап, әжімнің ерте пайда болуын алдын алады. 4. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Егер жаңғақтар сіздің калория нормаңызға сәйкес келсе, бадамды тамақтану үлесіңізге қосу арқылы арықтай аласыз. 5. Қатерлі ісіктің және жүрек ауруларының пайда болу қаупін төмендетеді. Мехико университетінің зерттеуі бадам жаңғағын уақытылы жеу кеуде қатерлі ісігінің және тоқ ішек ісігінің пайда болу қаупін 2-3 есеге азайтатынын орнатқан. Күніне 50 бадам жеу қан жүретін тамырлар қабырғасын қатайтады, қандағы антиоксиданттар деңгейін арттырады және артериялық қысым мен қан ағымды жақсартады. 6. Ұйқы сапасын жақсартады. Бадам магний, кальций және мелатонин көзі. Ол бұлшықеттерді босатуға және жақсы ұйқыға ықпал ететін жаңғақ. Қандағы қант тепе-теңдігін сақтайды. Қант диабетін алдын алуда да бадам жаңғағының пайдасы бар. Жаңғақтағы магнийдің жоғары мөлшері қандағы қант деңгейіне жақсы әсер береді. 8. Ішектер денсаулығын жақсартады. Бадам жаңғақ немес май түрінде құрамындағы пробиотиктің арқасында ішектер микрофлорасына жағымды әсер етеді. 9. Когнитивтік функцияны жақсартады. Бадам миға өте пайдалы. Ол ми белсенділігін арттырады. 10. Шаш пен тері саулығын сақтайды. Бадамда В дәрумені, мырыш, темір, никотин қышқылы, рибофлавин және Е дәрумені бар. Бұл заттардың барлығы шаш пен теріге жылтырлық пен күш сыйлайды. Ақпарат пайдалы болса каналға тіркелуді ұмытпаңыз.